Мен бұл платформадан 40 000 теңгеге дейін табыс жасап көрдім. Енді бәрін рет-ретімен көрсетемін. Айта кетейін, бұл хайп форматтағы жоба. Сондықтан ең алдымен регистрациядан өту қажет. Алдымен қаражатты толықтыру керек. Ол үшін толықтыру деген түймені басасыз. Ашылған бетте сізге жасалатын әрекетке сәйкес көрсетілген соманы таңдайсыз да, қазір толықтыру батырмасын басасыз. Одан кейін экранда көрсетілген реквизиттер бойынша ақшаны жібересіз. Төлем Каспий банк арқылы жүзеге асырылады. Алушының кегімен аты жөні Казиев Ханафин. Ақшаны жіберген соң, төлемді растау үшін нақтылау түймесін басасыз. Содан кейін WhatsApp-қа өтесіз. WhatsApp-та өз деректеріңізді, яғни аты жөніңізді және логиніңізді жібересіз. Осыдан кейін қаражат сіздің аккаунтыңызға сәтті түрде аударылады да, баланс толықтырылады. Ақша шотқа түскеннен кейін енді өнім сатып алу қажет. Ол үшін басты беттегі тиісті түймені басасыз. Сол жерден өзіңізге ыңғайлы пакетті таңдайсыз. Мысалы, егер 31-лік пакет алсаңыз, ол 180 күн ішінде жұмыс істейді. Және күніне 3000 теңгеге дейін табыс түсіп отырады. Осы 180 күн ішінде жалпы 675 бірлікке дейін пайда табуға болады. Егер осы нұсқаны таңдасаңыз, инвестициялау батырмасын басасыз. Ал егер шотыңызда 31-лік қаражат болса, пакетті еш қиындықсыз сатып ала аласыз. Айта кетейін, бұл жерде басқа да пакеттер бар. Олардың барлығын осы экраннан көріп, әр пакет қанша табыс әкелетінін алдын ала қарап шығуға болады. Мен мысалы өнімді сәтті түрде сатып алдым. Бастапқыда 10 деңгейлік өнім алған болатынмын. Қазіргі таңда ол маған күніне 1000 теңгеге дейін тұрақты табыс әкеліп отыр. Табыс сағат сайын шотыңызға түсіп отырады. Сіз кез келген уақытта кіріп, жинау батырмасын баса аласыз. Осыдан кейін жиналған сома автоматты түрде ақша шығаратын балансыңызға аударылады. Енді келесі қадам қаражатты шешіп алу. Ең алдымен өз банк картасыңызды пайдалану қажет. Банк картасы бөлімін ашасыз. Онда өз атыңызды жазасыз. Міндетті түрде ағылшын әріптерімен. Картаны енгізген кезде экранда көрсетілген барлық мәліметті толтырыңыз. Сіздің картаңыздың 16 саны міндетті түрде дұрыс жазылуы керек. Бұл карта Каспий банк немесе Халық банк болуы мүмкін. Бірақ кез келген банктың 16 саны міндетті. Осы мәліметтерді енгізген соң сақтау батырмасын басып, деректерді қорғаңыз. Ақша шығару үшін тиісті түймені басамыз. Осы бөлімде шығаратын соманы енгізу қажет. Менің балансымда 950 теңге бар. Бірақ бұл соманы қазір шығара алмаймын. Себебі ең төменгі шығару сомасы 3300 теңге. Сондықтан сома жолына 3300 деп енгіземіз. Барлығын толтырғаннан кейін дереу шығару түймесін басамыз. Ақша сәтті түрде шығару процесіне жіберіледі. Ескерту ретінде айта кетейін. Бұл жерде 20% комиссия ұсталады. Ал қаражаттың шотқа түсу уақыты белгіленген мерзімге байланысты жүзеге асырылады. Сонымен қатар, бұл жерде партнерлік бағдарлама бар. Сіз адамдарды өз жеке сілтемеңіз арқылы шақыра аласыз. Әр шақырылған адам үшін бонус беріледі. Барлық бонустардың түрлері мен мөлшері осы экранда нақты көрсетілген. Қандай бонустар бар екенін және қанша табыс алуға болатынын дәл осы бөліммен көре аласыз. Соңында міндетті түрде айта кетем. Бұл хайп жоба, риск бар. Сондықтан тек жоғалтуға дайын сомамен ғана жұмыс істеңіз.